Так, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Начнем, иншаллах. Бисмиллахи алхамдулиллахи нахмадуху настагинуху ва настагфируху ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Сегодня у нас 12-й урок, иншаллах. 12-ші сабағымызды бастаймыз. 12-ші сабақ бізді әрі қарай дамирлермен таныстырады. Дәрсі сәния ашыры. Кафул мұхатаб. Каф әрпі. Кафтың да түр-түрі болады, сөздері. Каф деген, просто каф демес, кафул мұхатаб деп атайды. Екінші жақтың кафы деп аталады. Екінші жақтың кафы, потому что каф деген әріп, ол басқа да мағына беретін, басқа да жұмысы бар. Сондай каф бар негізі. Бұл каф кафул мұхатаб деп аталады. Бұл каф ол дамирун лил мұхатаб. Екінші жақтың дамирі. Осылай аталады. Және бұл дамирул мұхатабил музаккар. Және муаннас болып бөлінетін білеміз. Масмука, кайфа халука, я аби, сенің қалың қалай, о әкем, байтука джамилун, сенің үйің әдемі, әләка хазал қоламу я халиду. Мысалы, бұл жерде не дейді? Сенікі ме дейді, бұл қалам дейді, я халид дейді. Сол сияқты каф, бірақ кәсірамен ол бізде женский род үшін жүретін білеміз. Дамирул мұхатабил муаннас. Масмуки, кайфа халуки, я умми, байтуки джамилун, әләки хазал қоламу я Фатима. Мына қалам сенікі ме, о Фатима деген сөйлемдер берілген. Енді, иншалла, біз білеміз, дамирлер исім сөзбен қосылғанда идофаны құрайтын білеміз. Дамирлер исім сөзбен қосылғанда идофаны беретін білеміз. Мысалы, байтука деген идофаны береді. Байту мудоф болса, каф мудофун илейхи деп аталады. Және әрі қарай әна уа әнта. Қазір бұлардың, иншаллах, иғробына ораламыз. Қазір әна және әнта деген дамирлерді өтеміз. Кафул мұхатаб дамир мұттасыл болатын болса, әна және әнталар олар не? Дамир мұнфасыл болып саналады. Әна дамирун лил мутакаллим, бірінші жақтың дамирі дейді. Әнта дегеніміз дамирун лил мұхатаб, екінші жақтың дамирі деп аталады. Бұлар енді дамир мұнфасылдер, дамир мұнфасылдер. Ал-мутакаллимул музаккар вал муаннас. Әна дегеніміз ол музаккарға да, муаннасқа да бірдей қолданыста екен білеміз. Мысалы, әна толибун деп ер адамды айтады, әна толибатун деп әйел адамды айтады. Әна Мухаммадун, әна Хадиджа. Ал-мухатабул музаккар әнта мухандисун, әнта табибун, мән әнта, сен кімсің дейді. Әнта мударрисун, сен мұғалімсің бе дейді. Әнта ол мужской род үшін, әнти, міне ал-мухатабул муаннас женский род үшін, әнти мухандисатун, әнти табибатун, мән әнти, әнти мударрисатун деген сияқты. Бұл жерде енді каф дегеніміз ол дамир мұттасыл, сенің, сенікі деген сияқты мағынаны беретін болса, ал сен просто, сен деген сөз ол же дамир мұнфасыл ретінде қолданылады сөзді. Дамир мұнфасыл ретінде қолданылады. Енді мысалы, байту ки джамилун деген сөздің сөйлемнің иғробына алатын болсақ, байту оны айтамыз, мубтада марфуғун ва аламату рухихи ад-дамма. Ва хуа мудоф, біз білеміз, дамирлер исім сөзбен қосылып келгенде идофаны беретін. Осы мына кафты просто кә деп айтпаймыз, сөздері. Кә немесе ки деп просто айтпаймыз. Неге? Бір сөзбен келген харфтар, кезілген нәрсе бір сөзбен келген уақытта, бір сөзбен келген харфтарды кә деп немесе ки деп айтпайды. Ху, хи деп мысалы айтпайды. Неге? Себебі бұл алфавиттегі атау арқылы, атаумен айтылады. Каф
деп, иә, мысалы просто так к деп бізге берілген жоқ қой, к лил мухатаб, ки лил мухатаб деп айтылған жоқ, иә, бізде каф деп айтылып тұр тақырыптың өзінде. Сондықтан каф деп оның атын айтамыз. Еуроп жасағанда, талдағанда кафул мухатаб, мысалы, просто каф емес, қандай каф? Именно кафул мухатаб, екінші жақтың кафі дегенді айтуға болады. Енді мысалы бәйту ки жамилун деп, мысалы, каф бізде ки деп женский род үшін тұрғандықтан, бізде мына мухатабқа даже более точно женский каф екенін мухатабати деп тамарбутаны қосып айтуға болады. Оған дамир муттасил мабниюн алал касри дейміз, иә, фи махалли жар мудофун илейхи деп айтамыз. Жамилун бізде не болады? Хабар марфуғын ва аламату руфхихи аддамма болады. Бұл түсінікті, иә. Бұның еуробын иншаллах түртіп аламыз өзімізге. Мына сөйлемді қарастырдық. Сөстірі. Бұл жаңағы кафке байланысты мысал. Ары қарай әні және әнтәні қарастырып көрейік. Бұлар уже дамир мунфасил. Біз білеміз дамир муттасил немесе мунфасил екенін, солай бөлінетінін білеміз. Мысалы, әні, қайсысын қарайық? Әні талибатун. Мысалы, әні талибатун. Біз айтамыз әнаға. Дейміз, ол дамир мунфасил дейміз, иә? Мунфасил. Мабниюн аля сукун. Мабни сөздерді біздер еуроп жасағанда қандай положениеде аяқталып тұр, қандай положениемен тұр аяғында, соны ғана жазамыз. Не көріп тұрмыз аяғында, соны жазамыз, иә? Мабниюн аля сукун. Біз білеміз, әлиф ешқандай звук не имеет, иә? Әлиф ешқандай харакат оған қойып айту мүмкін емес екенін білеміз, иә? Әлиф мына жерде не үшін? Мәдді әлиф бізде не үшін керек? Алдындағы фатханы созу үшін, иә? Сондықтан мабниюн аля сукун өзі сукунмен тұр. Сосын фи махалли роф мубтада деп айтамыз, иә? Фи махалли роф мубтада дейміз. Талибатун бізде хабар марфуғын ва аламату рофхихи аддамма. Болды. Ешқандай қиындығы жоқ екен, иә? Ешқандай қиындығы жоқ, жақсы түсіндіңдер деп ойлаймын. Сұрақтарым болса, әрине менен сұрауларыңа болады, иншалла. Так, осымен әні, әнті дәл солай. Әнті талибатун, әнті талибун деп айтамыз уже. Әнті мужской родқа арналған. Әнти талибатун болады. Әнті талибун деп айтатын болсақ, әнтіға біз не дейміз? Дамир мунфасил мабниюн алал фатхи дейміз, иә? Мабниюн алал фатхи фи махалли роф мубтада деп айтамыз. Ешқандай қиындығы жоқ деп ойлаймын бұл жерде, иә? Ары қарай иншаллах бізде фиғылдерге келіп тоқтаған тәнисул фағил дейді. Не дейді? Фағилдің женский род болуы. Фағилдің женский родта келуі дейді. Тәнисул фағил, фағилдің женский родта келуі. Ол не деген сөз? Мысалы, біздер өткенде хараджа Мухаммадун минал фасли, мысалы, осындай сөйлемді қарастырдық. Ол мужской родтағы фиғилдерге қарастырдық. Хараджа Мухаммадун. Фағилдер бізде не болды? Мужской родта болды. Ал бүгін иншаллах біздер фағилі женский род, то есть действующее лицосы, іс-әрекетті жасаушысы женский род болған уақыттағы фиғилдің түрі қандай болатына тоқталамыз. Жалпы әл-фағил дегеніміз ол хуаллази яқау ба'дал фиғил. Не дейді? Әл-фағил дегеніміз это то, что стоит после фиғиля дейді. Біз білеміз, иә? Жалпы тілдік мағынада сөздер, иә? Жалпы мағынада фағил дегеніміз жалпы түсінікте ол іс-әрекетті жасаушы деп айтамыз, иә? Әрине, бұл жерде іс-әрекетті жасаушы Мұхаммад, иә? Әрине. Енді біздер мына Мұхаммадты алдыға шығарып жазатын болсақ, Мұхаммадун хараджа деп айтуға болады, иә? Мұхаммадун хараджа. Бұл жерде жалпы фағил Мұхаммад деп айтуымызға болады. Жалпы фағил Мұхаммад деп айтуымызға болады. Бірақ ол Еуропта емес. Еуропта Мұхаммад бізде фағил бола алмайды. Еуропта
фағил бізде фиғілден кейін тұру керек, фағил бізде фиғілден кейін тұру керек. Мына жерде ол жалпы мағынада іс-әрекетті жасаушы болса да, бізде оны иғрабта оны фағил деп айта алмаймыз. Неге? Потому что бізде мына анықтама тұр. Қандай? Фағил хуаллази яқау бағдал фиғли деп тұр, хуаллази яқау бағдал фиғли. Бағдал фиғли. Сондықтан да тілдік мағынада бізде фағил дегеніміз тілдік мағынада жалпы іс-әрекетті жасаушы болса да, біз иғрабта оны айта алмаймыз екен. Сондықтан да фағил хуаллази яқау бағдал фиғли дедік. Әрине. Енді бұл жерде фағиліміз женский род болса ше, ол кезде, хорожа дегеніміз жалпы хуа дегенді меңзейді. Хуа дегенді меңзейді, он дегенді меңзейді, хорожа деп тұрсақ. Ал хорожа деп бір түрін көріп тұрсақ, фиғілдің, біздер. Онда өткенде де фағилі көрінбеген уақытта да, онда біз хуа деген дамирді меңзеп тұрдық, фағил ретінде көрінбеген уақытта. Сондықтан мына хорожа деген фиғил өз түрі именно мужской родты меңзейді. Ал женский род фағил болып тұрса, бізде мына фиғилге та әрпі қосылады. Та уттанис әс-сәкина деп аталады. Ол әріп мына сукундалған та-у та-ниси әс-сәкинату деп аталады. Не дейді? Сукундалған женский та дегенді білдіреді. Ол сукундалған женский та деп білдіреді. Түсінікті ма? Сукундалған женский та. Бұл сукундалған, именно сукундалған сестры, мысалы, просто та-у-та-нис деп айтатын болсақ, ол та-марбутанда деп айтуға болады. Та-марбутада, мысалы, та-у-та-нис. Та, ол да та-нис женского рода. Мысалы, признак женского рода. Бірақ ол та-марбута бізде сукунмен келмейді, ол әс-сәкина емес, әс-сәкина емес, ол тануинмен, мысалы, дамма тануинмен, фатха тануинмен, мысалы, ат-толибату просто тануинмен, мысалы, келген харакатпен тұрады. Ол никогда ешқандай сукунмен тұрмайды, солай ғой. Ал мына та-у-та-нис әс-сәкина деп просто айтпайды. Неге? Сукундалған та деп айтады. Себебі бұл сукундалған та, сестры, именно фиғилге қосылып жазылады және айтылады. Хорожат қай уақытта? Егер біздің фағиліміз женский род болса. Біздер мына фиғилге тәні сукундалған та әрпін қосамыз және оның аты та-у-та-нис әс-сәкина, сукундалған женская та дегенді білдіреді. Не үшін қосылады бұл фиғилге? Фағилдің женский род екенін білдіру үшін. Мысалы, біздер мына фағилді көріп тұрмасақ та, мысалы да, хорожат дейміз ба? Хорожат дейміз ба? Біз уже бұл жерде фағил женский родта тұрғанын біз уже біліп тұрамыз мына фиғилдің түріне қарап-ақ. Түсінікті ма? Сондықтан кейбіреулері шатастырады, мына тәнің өзін фағил деп алып жатады. Жоқ, ол харф. Ол әшейін частица, харф. Не үшін? Фағилді женский род екенін білдіртетін бізге знак сондай. Понимаете? Ол никогда фағил болмайды, сестры. Ол никогда фағил болмайды. Фағил мына жерде тұрады. Фағил ол басқа. Мына та ол харф. Понятно? Оны шатастырмаймыз. Көбісі шатастырады, почему-то именно та-у-та-нис фағил деп сөйтіп шығады, ондай емес. Сондықтан да қарайық. Енді хорожат аминату. Амина шықты. Хорожат аминату. Именно фағил женский род болған кезде біз фиғилге мына тәні қосамыз екен. Енді иғрабын қарастыратын болсақ, осы иғрабты қарайық, сөйлемді. Мысалы, хорожаға біз не дейміз? Хорожат деп бірге алмаймыз. Себебі біз білеміз, хорожат деп бір сөз болып бізге көрінгенмен, ол екі бөліктен тұрғанын білеміз. Отдельно хорожаны талдаймыз. Фиғил мадин мабниюн алал фатхи ла махалла лаху минал иғраб деп айтылады. Содан кейін та-у-та-нис әс-сәкина
толық аты әс-сәкинә. Ол харфун мабниюн аля сукун ла махалла лаху минал иғраб деп айтылады. Ла махалла лаху минал иғраб, ол харф деген айттық па біз? Оның харф десек, любой нәрсе бізде ла махалла лаху минал иғраб. Ол ешқандай сөйлем мүшесін, ешқандай падеждің орнын алмайды, иә, сөзтүрі. Фи махали роф, там фи махали жар, ешқашан харфтарға олай айтпаймыз. Так, әрі қарай. Әмина бізде не болады? Әрине ол бізде фағил марфуғын ва аламату рофхи ад-домма дейміз, иә. Фағил марфуғын ва аламату рофхи ад-домма дейміз. Осындай иғраб жасалады, сөзтүрі, оңайы. Именно женский род болса, осылай айтылады екен, осылай құрастырылады, сөзтүрі, иншаллах. Соны ескереміз. Мысалы, захаба саидун, захаба саидун, хараджа ахи, хараджат умми дейміз уже. Бұл жерде фағилге қарап фиғилді құрастырамыз, сөзтүрі. Фағилге қарап фиғилді құрастырамыз, фиғилді айтамыз, сөзтүрі. Фағил бізде мужской род болса, фиғилді мужской түрде айтамыз. Фағиліміз женский род болса, біз фиғилге тау-таннис әс-сәкинаны қосамыз екен. Захабат толибу, захабати толибату, бұл жерде не дейді? Захабати неге, именно мына сукундалған тән неге бізде кәсірланып тұр? Потому что бұл жерде екі сукун кездесіп тұр, иә, сөзтүрі. Қай жерде екі сукун? Негізі асылы тау-таннис әс-сәкина деді ғой, ол сукунмен. Ал мына ат-толибату деген бөлек, біз захабат ат-толибату деп оқымаймыз, иә. Себебі мына жерде уасль хамзасы оқылмайды, солай ғой. Уасль хамзасы сөйлемнің ортасында оқылмайды. Ал бұл жерде еще қандай харф? Бұл харф шамсия әрпі, иә. Шамсия әрпі шадда жазылғанда бұл жерде әлі де оқылмайды ғой, әлі де оқылмайды. Вообще әлі артиклі бұл жерде оқылмайды сөйлем ортасында. Ал шадда дегеніміз ол дегеніміз бір әріп, мысалы, то мына жерде бір сукунмен тұр, екінші то бізде харакатпен тұр дегенді білдіреді, шадда дегеніміз нәрсе, сөзтүрі. Сонда бұл жерде то, біріншісі то. Сонда біз қалай оқи алмаймыз, иә, екі сукун кездесіп қалған бұл жерде. Захабат толибату деп айта алмаймыз ғой. Захабат толибату деп айта алмаймыз. Екі сукунды араб тілінде кездестірмейді, сөзтүрі. Бұл жерде шадданың ішінде тығылып тұрған именно осы нәрсе, сөзтүрі. Біреуі сукунмен, екіншісі харакатпен. Сондықтан да бұл жерде екі сукун кездесіп қалды, міне. Мынау сукун, мына жерде сукун, иә, шадданың басында. Сондықтан екі сукун кездескен уақытта бір сукунмен бірдеме қылады, сөзтүрі. Бір сукунмен бірдеме қылады. Бұл жерде именно тау-таннисті, сөзтүрі, постоянно не істейді? Кәсіралайды. Екі сукун кездескенде тау-таннисті кәсіралап кетеді. Захабати толибату деп оқылу үшін, оқи алуымыз үшін, оқуға мүмкіндік болу үшін. Потому что мына жерде алиф лям артиклі оқылмайды сөйлемнің ортасында, солай ғой, сөзтүрі. Захабати толибату деп айтылады екен. Түсінікті, иә. Әрі қарай. Әрі қарай жаңағы әминату толиб қандай еді? Захабат хараджат әминату деген сөйлем болды ғой, сөзтүрі, соны айтып кетейін, иншалла. Хараджат әминату деген сөйлем болды бізде. Бұл жүмле фиғлия, иә. Ал оны жүмле исмия ретінде айта аламыз. Әрине, әминату хараджат деп, иә, мысалы. Әминату хараджат. Сонда бізде әмина дегеніміз ол не болады? Мубтада болады, иә. Мубтада марфуун ва аламату рофхи ад-домма дейміз, иә. Хараджа біз тағы не дейміз, оған отдельно айтамыз. Фиғл мадин мабниюн алал фатхи ла махалла лаху минал иғраб. لا محل له من الإعراب. تاء التأنيث الساكنة سكون دالان женский تاء ол бізде حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب дейміз, иә. لا محل له من الإعراب дейміз.
Ал біз білеміз, фиғылден кейін обязательно фағылды айтуымыз керек екен, Амина бізде мубтада болып кетті. Ол фиғылдың алдына шығып кеткендіктен ол фағыл бола алмайды. Фағыл бұл жерде де көрінбейтін фағылды айтып кетеміз. Ол жерде вәл фағил не дейміз? Дамирун мустатирун, көрінбейтін фағыл сөз түрі. Мустатирун тақдируху уже хия дейміз. Өткенде бізде мужской родта тұрғанда хуа деп айтқан едік, бұл жерде хия, то есть бұл жерде хараджат деп айтып тұрмыз ба? Одан кейін қандай фағылды мы подразумеваем? Ана деген жалпы, ана деген мағынаны беретін. Сондай ғой, хия дегеніміз, бұл жерде хия деген емес. Ана жалпы Амина, Фатима, бұл жерде енді Амина деген подразумевается, солай ғой. Сол хия дегеніміз именно сондай фағыл, женский родтағы фағыл, сондай ана деп тұрған, ана дегенді, ана именно хия, ол деген женский родтағы ол меңзеліп тұрғанын айтады бұл жерде. Сондықтан да дамирун мустатирун тақдируху хия, бұл жерде хараджат деп тұрсақ, қайда фағыл? Уже біздер тәуіп танистен уже не біліп тұрмыз, ол жерде хия деген бір фағыл тығып тұрған білеміз жалпы сөз. Көрінбейтін айтылады, дамир мустатир, көрінбейтін дамирді айтады сөз. Скрытый дамир тут подразумевается деп айтады, түсінікті ма? Вәл фағыл бізде осылай күйінде жазылады женский родта. Сосын бұл жерде біз білеміз, вәл джумлятул исмия дейміз уже, вәл джумлятул исмия. Солай ғой, вәл джумлятул исмия хараджат бізде нені береді? Фи махалли роф хабарды береді, фи махалли роф хабарды береді, себебі Аминаның хабары сөзтірі бұл жерде целая джумля фиалия. Целая джумля фиалия. Бұл жерде джумля фиалия, фиғыл мен фағылдан тұрады дедік қой. Фиғыл мен фағылдан тұрады дедік. Сондықтан да сөзтірі. Бұл жерде фағылды жазып кеттік иғрапта. Фиғылден кейін фағылды. Понятно? Бұл жерде хараджат деп бір сөзбен тұрғанмен бізде екі сөз. Бұл жерде фағыл скрытый екен бар. Білеміз. Сол фиғыл мен фағылдан құралған. Ой, неге джумля исмия дедім сөзі? Джумля фиғалия, әрине джумля фиғалия. Джумля фиғалия. Хорошо, что заметила, все осы записи кететін. Вәл джумля фиғалия, альхамдулилля. Фиғалия, фиғылдан басталып тұр ғой. Бұл жерде джумля фиғалия бізде не болады? Фи махалли роф хабарды береді екен. Түсінікті ғой? Жақсы. Ары қарай кеттік. Ары қарай әлләзи және әлләти. Қазір. Ары қарай бізде сөзтірі исім маусул келеді. Исім маусулдың түрлері уже жайлап. Біздер әлләзиді уже білеміз. Исім маусул. Әлләзи оған айттық лил муфрадил музаккарил ақили ва ғойрил ақили. То есть ол қатыстық есім жекеше түрі үшін, мужской род үшін, ақылдыларға және ақылсыздарға қолданылатынын айтылды. Енді бұл жерде ол музаккар еді. Лил музаккар мужской род үшін еді. Енді дәл сол сияқты тек қана женский род үшін бізде әлләти барын білеміз. Әлләти ол қатыстық есім, исмун маусулун лил муфрадил муаннаси л'ақли ва ғойрил ақли. То есть дәл әлләзи сияқты, әлләзи тек қана муфрад, тек қана музаккар, тек қана ақли және ғойрил ақли қолданылса, әлләти женский род үшін қолданылатынын білеміз. Ақылдыларға да және ақылсыздарға да кетеді. Қолданылады. Алисмул маусулил музаккарул ақил. Аль-фатал лази хараджал ана ибну амми дейді. И дейді, юноша, который вышел сейчас, сын моего дяди дейді. Бұл жерде лил ақил, мысал. Мани раджулу лази джаласа фил хадиқати. Кім мужчина, который сидел в парке дейді. Алисмул маусулул музаккарул ғойрул ақил. Ал-қаламу лази маака аксурун. Сендегі қалам сынық дейді. Немесе лиманил китабу лази алал мактаби. Үстелдің партаның үстіндегі кітап кімдікі дейді. Кімдікі дейді. Әрі қарай алисмул маусулул муаннасул ақил.
الفتاة التي خرجت الآن بنت عمي. من المدرسة التي جلست في الحديقة. паркте отырған мұғалім кім дейді, әйел адам туралы. التي. الاسم الموصول المؤنث غير العاقل. الساعة التي معك مكسورة. لمن الحقيبة التي على المكتب. партаның үстіндегі сумка кімдікі. лиман деген кімдікі дегенді беретін білеміз. ذهبت الطالبة أصله ذهبت الطالبة. ذهبت плюс артиклі қосылғанда именно әлі бұл жерде оқылмаған да сөздер бізде екі сукун кездескендіктен манағы айтылған кәсіралайтынын білеміз. тәуттанистің кәсіралайтынын білеміз. Осымен иншалла бізде 12-ші сабақ аяқталды. Келесі сабақта иншаллах біздер сөздері келесі сабақта иншаллах біздер уже көпше түрге өтеміз иншалла. 13-ші сабақ сондай болады. Келесі сабақта иншаллах кездескенше. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.